Барлығына сәлем, сіздермен бірге Абукино арнасы. Бүгін мен сіздерге Остров женщин фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Видео басталмас бұрын лайк пен подписация кнопкасын басып кетейікші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал мен үшін үлкен қолдау. Ғалымдар айтқандай, мұхиттың оңтүстік бағытында тек қана қыздар өмір сүретін арал бар екенін зерттеген. Ол жақтың қыздары тайпа болып, бір белгісіз құпияларға сыйынатын көрінеді. Олар кәдімгі адамдарға қарағанда 10 есе жай қартаяды. Ол аралды табамын деген көптеген адамдар оралмай қалған, және аралды көрмей де аралап та қолдарынан келмеген. Бірнеше адамдар ол аралға баруды, көруді армандаған. Сон есімді жігіт ол аралды табуға қаншама идея құрған, және аралды табуға қаншама адам жіберген, бірақ бәрі хабарсыз кеткен. Ван радиомен Сонның айтқан сөзін естіп қалады. Сон аралға баратын кезекті адамдарды іздейді. Ван ол аралға тек қызық үшін емес, әкесі кезінде мықты зерттеуші болған, және күндердің бір күні сол аралға барып жоғалып кеткен. Енді баласы сол әкесінің құпия жолын табу үшін сапарға шығады. Ван Сонға мені экспедицияға қосыңдар деп өтініш қалдырады. Ван жолда өзінің Хэнву есімді досын жолықтырады. Ол жақында әскерге барып қызмет етіп келген, және біршама тәжірибе жинаған. Олар шағын кемеге келеді. Сонның адамы Ванға GPS беріп кетеді. Егер де сол аралды тапқан сәтте осыны қосып сигнал беріңдер дейді. Жігіттер кемеде көңіл көтеріп жүреді. Мұхитта жүріп 2 ай уақыттар кеткеннен кейін олардың көңілдері түсіп кетеді. Запас тағамдары да соңына жетіп қалады. Бір кезде Ван кеменің үстінде ұйықтап жатып түс көреді. Сөйтіп аспаннан бір құс оның бетіне тішіп кетеді. Ван бетіне тамған тамшының құстардан келгенін түсініп, жақын жерде арал бар екенін ұғады. Олар ақыр соңында аралды табады, бірақ үлкен толқындардың кесірінен кемесі ол жаққа бармайды. Сондықтан олар өздері суға секіріп барады. Ван көзін ашып қараса, айналасы толы қарулы қыздар. Жігіттер оларға сұрақ қойғанымен қыздар қонақтарға жауап бермейді. Хэнву өзін жақсы қонақпын деп көрсетіп, қыздармен сөйлесуге тырысады. Қыздар керісінше шулы жігітке ызаланып, оларды қамап тастайды. Қыздардың арасындағы лидері жігіттердің қасына барып оларға таңғалады. Себебі олар мұнда 50 жыл өмір сүріп, бұл аралға ешқандай адамның аяқ баспағанын айтады. Хэнву олардың 50 жыл өмір сүргеніне сене алар емес. Ван қалтасынан жасырын пышағын алып, түнде қашып кетеміз деп жоспар құрады. Түн болған жағдайда жігіттер шынында қашып кетеді. Екеуі бөлініп кетіп, Хэнву аралдан қашатын қуыстармен жүреді. Ал Ван керісінше қыздарға барып басқа жақта адамдардың өмір сүретінін айтқысы келеді. Хэнву жолда қыздар құрған тұзаққа түсіп қалады. Ван лидердің бөлмесін іздеп жүріп бір шатырға келіп ішіне тығылып қалады. Ол бір қыздың шешініп ванна қабылдайын деп жатқан жерін байқап қалады. Өкінішке орай жігіт кішкентай қыздың көзіне түсіп қалады. Ван оған тәтті беремін деп алдайды, бірақ кішкентай қыз шыңғырып жібереді. Жігіт ұсталып, оны лидердің алдына келеді. Қыздардың бірі жігітке, егер ол қыздың шешінген денесін көрсе, біз оны өлтіреміз дейді. Хэнву жаралы денесімен досын құтқаруға келеді. Ол қыздарға әскердегі тәжірибесін көрсеткенде таяқ жеп қалғанын көреміз. Ван лидерге өзінің әкесі туралы айтып береді. Лидер ол адамды есіне түсіреді. Ван қуанып әкемді табамыз деп ойлайды. Бірақ лидер оларды басқа жерге қамап тастайды. Бөлмеге Мун есімді қыз келіп, Ванды құтқарады. Ол қыз бұл аралды жеп көретінін айтады. Жігіттер бәрібір қаша алмайды. Олар тұзаққа түсіп қыздардың қолына түседі. Жігіттерді отқа жағайын деп жатқанда, ар жақтан бір қыз келіп көмек керектігін айтады. Барлығы сол жаққа кеткенде жігіттер осы сәтті пайдаланып тағы да қашпақшы болады. Жолда Ван досын тоқтатып ол қызға көмектесу керек деп айтады. Хэнву ол қызды жерге жатқызып, жасанды тыныс береді. Сөйтіп қыздың өмірін сақтап қалады. Чен Хуа есімді қыз жаңағы суға батқан. Ол лидеріне жігіттердің өмірін сақтап қалайық дейді. Себебі жігіттер оны құтқарып қалды. Қыздың жігітке деген сезімі оянған сияқты. Олар жігітке сеніп, оларды өздерінің отбасы мүшесі қылып алады және бірге көңіл көтереді. Мун есімді қыз жігіттің әкесін соңғы рет көрген жеріне апарады. Және ол жартастың арасынан бір шағын сандықты табады. Ван әкесінің өмірін жазған күнделігін тауып алады. Ол күнделікте әкесі қыздарға жақсылық жасағанын айтады, және оларды қиындыққа тастап аралдан кетпегендігін жазған. Ван оның сөздерін түсінеді. Жігіттер қыздарды бұл аралға тастамай өздерімен алып кетуді ұйғарады. Сөйтіп олар GPS-тің сигналын қосып, Сонның адамдарын және Сонды да осы жерге шақырады. Аралға кезекті қонақтар да келді. Олар жігіттерге сусын беріп тұтқындайды. Сон өзі аралға барғысы келеді. Оны көрген Ван мен Хэнву оны таңғалдырғысы келеді. Олар Сонға бұл басқа арал, біз қателеспіз дейді. Сон жігіттерге сенбей, қыздармен бірге оларды тұтқындайды. Олар джунглиде атасып қалған соң қыздар қашып кетеді. Сон Ванның денесіне бомба қояды. Егер де бірдеңе дұрыс болмаса жарып жіберемін деп қорқытады. Олар аралдың жағасына келеді.
Қыздар соңға шабуыл жасамақшы болғанда, Сон байқамай бомбаның кнопкасын басып жібереді. Бомба 30 секундтан кейін жарылатын болды. Ван қыздар мен досын жарақаттамау үшін ол мұхитқа қарай жүгіреді. Суда бомбаның жарылған дауысы шығады. Мун мен Хэнву бәрінен қатты жылайды. Себебі олар үшін ең қымбат адам Ван болғандықтан. Осымен фильм аяқталды. Егер ұнаса лайк басып төменде комментарийге ой пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Менің арнамнан шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Абукин арнасы келесі кездескенше.